мен до конца аяғына шейін барамын. Осы егерде қолдаса, Құдай қаласа мені кеткелер қолдап жатыр. Алла қаласа мен до конца аяғына шейін барамын. Болмаса енді амал жоқ, басқа мен бақытым үшін басқа әрекетімді жасаймын. Қолымнан келгенше барынша тырысамын, баруға тырысамын. Нәтиже шықпаса жоқ, мысалы бағдарламаға да хабарласты, иә, ол осыны көрді да, одан кейін жоқ, есен тұр, мен жүрегім бос емес десе, сен бұрыласына кете саласың ба, әлде тағы қадамдар жасайсың ба? жоқ, мен егерде жоқ деп айтатын болса, мен айтамын, хотя бір жүрегін жібітуге бір нәрселер жасайсың ба? әрине жасаймын. Мен айттым ғой, алдағы уақытта Құдай қаласа тағы да мен көрсететін дүниелерім бар. Мен жалпы айтқым келеді, жақсы сөз жарымырыс, өйтіп бірден жоқ десем бүйтем, бүйтсе сөйтем деген әңгімелерді қою керек. Дұрыс мақсат болу керек адамда. Дұрыс ниет дұрыс болу керек. Ниет дұрыс болса, ол ары қарай дұрыс болады. Ал бұл есен тұрда бір жүрегінің түкпірінде бір ой тұрда. Мысалы қазіргі ер жігіттерде көбісіне мен бәрін айтпаймын, мынандай отбасын құрып жатқанда да мынандай ой бар да. Болмаса ажырасамын ғой деген сияқты жүрегінің түкпірінде тұрады. Ол сол жүзеге асады, ол жүзеге асады, өйткені ниет дұрыс емес бастан, түсінесіз бе? Басынан ниет дұрыс емес. Әйгерім ханым, алдағы уақытта мен сөзбен емес, әрекетпен көрсетсем деймін, сіздер соған куәсі боласыздар. Әрекетпен көрсетіңіз. Кез келген қыздың жүрегін жаулап алуға болады, есен тұр. Енді есен тұр, сен алдында айттың ғой, енді ол қыз қазір 6 жыл болды көрмедің. Қазір Астанада қызметте, үлкен қызметте деп айтып жатыр. Түркістан қаласында көрдім деп айттым ғой, елбасымыз келген кезде, сол кезде көрдім ғой. Бірақ ешқандай маған сөзге, әңгімеге тартылмады да. Есен тұр, жаңа Әйгерімнің айтып жатқан мынандай мәселе, сен сол қыздың Астанада үлкен қызметте жұмыс жасайтынын білдің, көрдің, естідің. Содан кейін барып, мен бір әрекетке барып көрейінші деген бір ой бар сияқты сенің ішінде. Егер мысалға маған көнсе, мен ары қарай үйленем, көнбесе дос болып қалам деген сияқты. Айгүл мырза, мынандай ғой, мен оны көрмей тұрған кезде, Назеркені мен оның алдынан бастап мен әрекет жасап жүргем. Группаластарына хабарласып, нөмірін беріп, біз айтты, екі орталарына ешқандай түспейміз, өздеріңіз шешіп алыңдар деп. Сондықтан мен әлеуметтік желіде мысалға жаңа Инстаграм бар, басқа бар, іздестірдім, таппадым, нөмірін ауыстырып тастаған. Мен ойладым, мысалы, тұрмысқа шығып кетті ма, аман ба, ойлайсың ғой, мысалы, көрмеге біраз болған соң. Сосын кейін жаңа әнесе елептен себеп болады дейді, жаңа Түркістан қаласында көріп қалған болатын. Сөйтіп, Аллаға шүкір әйтеуір аман есен екен деп жүзін көргеніме қуандым. Бірақ ол маған деген кішкене көзінде мұң бар екенін сезінді, көрдім. Кішкене көзінде мұң бар дейсіз бе? Маған деген мұң бар екен, әлі реніш, өкпе назы бар екенін. Өйткені мен айттым ғой, кезінде оған ауыр сөздер айттым. Мен темір ыстық кезінде басты дейді. Артынша мен оған ешқандай кешірім сұрап, неғылған жоқпын. Енді әрекет жасайын деп жүрген кезде айттым, әскерге кетіп қалдым бірден. Сосын кейін әскерден телефонның жағдайы жоқ, не жоқ, мүмкіндік көп бола бермейді ғой. Сосын кейін әскерден келдім, келсем жаңағы нөмірлердің бәрі ауысып кеткен, әлеуметтік желіде жоқ.